қазақтың білімі құбыласы Орта Азия медреселері болды. Ол Екатерина жазғызбайды ғой, ол сөздің барлығы. Сонымен оларға белгілі бір бағыт керек болды да, қазір біздің қоғамда көп талқыланып жүрген өздері жұрнағы да жоқ. Молда деген мамандық үлкен престижный мамандық болған екен. Хұсайынов өзі 22 жаста болса да, сол кезге дейін патша үкіметіне иттей адалдығын дәлелдеген тұлға еді, адам еді. Тұлға емес, адам еді. Екатеринаның иісі шығып тұрған, Ресей патшаларының иісі шығып тұрған молдаларды керісінше біздің қазақтың халқы қабылдаған жоқ. Ол кезде молданың айтқан сөзі бұлжымас заңдылық. Алашордалықтардың басым көпшілігі газетшілер болды әлбетте. Бірақ бұлар дінсіз болды, кәпір болды, тәңіршіл болды деген сөз емес. Орыстардың қолданып жүрген қару-жарағын қолдану харам бидағат деп аталған. Олар зеңбірекпен мылтықпен келді, біздікілер сүннетті қылышпен шауып, атпен шапқан. Жалған пікір, ешқандай тарихи негізі жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Дін талқы подкастының 7-ші санын түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде тағы да кезекті керемет сан. Қонақта бізде сол жағымда отырған елімізге танымал, белгілі тарихшы, дінтанушы, Түркия елінде қазіргі таңда білім алып жатқан PhD докторант Ернар Абзалұлы. Қош келдіңіз. Қош көрісіп жатырмыз. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Содан кейін оң жағымда отырған, осыған дейін подкастымызда қонақта болған исламтанушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистрі Қанат Байбосынұлы. Қош келдіңіз. Енді бүгінгі екі керемет тамаша қонағымызбен қазақ даласындағы, қазақ жеріндегі ислам тақырыбын талқылауға отырмыз. Мінекей бүгін біздің қонағымыздың авторлық осы тақырыпта жазылған кітабы да алып келіп отыр. Бұйырса бір тамаша түсірілім болады деген сенімдеміз. Олай болса орындарыңызға жайғасып отырыңыздар. Подкастты көріп болғаннан кейін міндетті түрде каналымызға тіркеліп, өзіңіздің достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Енді қазақ даласындағы ислам деген кезде мына сұрақтан бастағым келіп отыр. Қазіргі кезде енді қоғамда көріп отырмыз, жаңағы түрлі пікірлер жүріп жатыр. Енді заманауи ғаламтордың заманы болғаннан кейін, азаматтық қоғам қалыптасып келе жатқаннан кейін, енді ол да заңдылық, бір жағынан жаңағы түрлі пікірлердің болуы, басқа болуы деген сияқты. Соның ішінде қазір көп айтылып жүрген мәселелердің біреуі айтады, жаңағыдай бізге ислам діні қазаққа Екатеринаның кезінде келген деген пікір көп айтылып жүр қазір. Соның ішінде жалпы исламофобтық көзқарас таратып жүрген кейбір тенденция өкілдері өте жиі айтады. Жаңағы сендер ислам қазақтың ата діні дегеннің барлығы бос сөз, қазақ ислам дінін ұстанбаған, осылай да осылай қазаққа ислам дінін жаңағы татар молдалар алып келіп үйреткен. Екатерина оның өзінде жаңағы мақсаты қазақты бір жуастандыру, молдалардың жаңағы діни инструмент арқылы қолданып басшыға қарсы шықпаңдар деген идеологияны насихаттау дейді. Өзіңізден бастасақ, Ереке, осыған қатысты не айтасыз жалпы? Енді бисмилля, Алла тағала бисмилля сөзімізді бастатып отыр. Енді бұл пікір кеше ғана пайда болды негізі. Одан бұрын мұндай пікір болған емес қазақтың дін тақырыбында, дін тарихында. Бұл не деген пікір? Екатерина алып келді деген пікір. Жалпы қазақ даласында ислам тарихы 8-ші ғасырдан бастап алады. Пайғамбарымыздың енді біз ислам тарихын, қазақ даласында ислам тарихын зерттегенде біз пайғамбарымыздың әлбетте түркілер туралы айтқан хадисіне сілтеме жасаймыз. Бұл хадистен келіп шығады, мұсылмандар мен түркілер пайғамбарымыздың кезінде бетпе-бет келді ме, келмеді ме деген. Бұл хадистен көретінімізде пайғамбарымыздың ол халықтар сыртынан айтуы, сыртынан бағалауы, демек пайғамбарымыздың заманында сахабалардың, Хазірет Әбу Бәкірдің тұсында да түркілер мен мұсылмандардың бетпе-бет келмегенін көреміз.
бірақ түркілердің тұрмыс тіршілігі туралы, олардың жағдаяты туралы, әскери жағдаяты, өнері туралы айтқан хадистері ол мәшһүр енді. Содан біз бастаймыз. Бірақ исламның дағуаты кәдімгідей құжаттармен, деректермен кездесетін уақыт бұл 8 ғасыр. 8 ғасырда әмәуилердің дәуірінде, әмәуи халифалардың дәуірінде Қутайба ибн Муслим деген қолбасшының Қорасанның, осы әмәуи халифалар қойған Қорасандағы губернаторы, өкілі мынау шығысқа қарай жылжытып ислам халифатын міндеттелді оған. Сондықтан ол Бұхараны, Исфиджабты, жаңа Самарқандты жаулау соғыстарыменен айналысты. Мен осы тұста мұсылмандар менен түркілердің арасы да бетпе-бет келу, тіпті қатты саясаттар ұстанған кездер болды. Бірақ біз осы кезеңдерді исламның алғаш келуі деп айта аламыз. Одан бұрын енді Хазіреті Омар, Османдардың тұсында біртіндеп шекарадағы парсылар менен түркілердің шекарасындағы кейбір түркі халықтарына ислам жетіп, кейбір қабылдап дегенде. Бірақ жаңа бір қиын оқиға болады. Ол Хаджаж ибн Юсуф деген әмәуи әулетінің тұсындағы мықты генерал, бірақ өте тирандық саясатпен танымал. Ол кісі жаңағы түркілерге де, соғдыларға да, басқа да ислам қабылдаған халықтарға қатты саясаты біздің халықтардың исламды қабылдауына кедергі болды. Бірақ кейін артынан аббасилер келіп билік ауысып, аббасилер мен түркілер мен мұсылмандар ортақтасып, ортақ дұшпанға, Қытай патшалықтарына қарсы соғыстарда ортақтасып, жылы дипломатиялық қарым-қатынас орнаған тұстан бастап ислам діні қазақ даласына жаппай түрде тарай бастады деп айтуға болады. Бұл 8-ші, 9-ші, 10-ші ғасырлар. Сөйтіп 10-ші ғасырларда әбден қазақ даласы Қарахан мемлекетінің тұсында, мынау батысымызда Еділ бұлғарларының тұсында қазақ даласы исламдана бастады. Енді барлық тайпасы қабылдады деп айту қиын, бірақ қазақ даласына құрылған мемлекеттер ислам мемлекеті бола бастады. Ресми дін тұрғысынан. Ол қарлықтардың тайпасы болсын, қаңлылар болсын, қыпшақтар, оның арасында кейін орнаған мынау қыпшақтар мен хорезмшақтар, мынау біздің қазақ даласында қыпшақтар мен хорезмшақтар мемлекеті бірігіп, хорезмшақтардың билігіне қыпшақтар жетіп, сол кездің тұсында да бізде ислам діні өте қатты дамыды. Сонда біз исламның қазақ даласына келуін, дамуын, жалпы ислам тарихын 5 кезеңге бөлеміз. Мына кітапты 1-ші кезең деп жаздық қой. Сонда 1-ші кезеңі деп исламның келуінің біз 8-ші ғасыр мен 13-ші ғасырда айтамыз. Бұл 8-ші ғасырда 751 жылдан бастап талас соғысынан бастап айтатын болсақ, яғни ең мықты орнап қақпасы ашылған тұстан бастап айтатын болсақ, түркілердің, бүтін түркілердің тарихын өзгерткеннен бастап айтатын болсақ, 13-ші ғасырда орнығып мемлекеттер болып, олар держава болып орныққан тұста кейін Шыңғыс ханның шапқыншылығы басталады, білесіздер. Хорезмшахта олар отырарға, Самарқандқа үлкен зиянын тигізеді, Исфиджабқа, Сығанаққа дегенде. Сондықтан бұл 13-ші ғасыр ортада бір аралық болып қазақ даласының сол Шыңғыс ханның шапқыншылығыменен біз ислам дінінің тарихын қазақ даласының 1-ші кезеңін бітіреміз. Сосын қазақ даласына исламның тарихы кезеңі деп 2-ші кезеңін аламыз да, Алтын Орданың хандарының қайтадан ислам қабылдап, одан исламды насихаттап, оны жайып, Алтын Орда мемлекеттік тарап кеткеншегі дәуірді қазақ даласына исламның 2-ші кезеңі деп есептеуге болады. Қазақ даласында исламның 3-ші кезеңі де бұл қазақ хандығының дәуірін айтуға болады. Өйткені қазақ хандарының бәрі қазақ хандығы мемлекет құрған тұста қазақ деген этноним қалыптасқан кезде, түркі халықтарынан әр тайпалардан бірігіп этноним болып қалыптасқан кезде, мемлекет құрған кезде 1465 жылы. Онда қазақ бірнеше этаптан өтіп, ислам дінін бойына сіңіріп, қазақ хандарының бәрі жанына бір-бір қожа, бір-бір ишан алып отырып құрылтай жиынын өткізгендері ол анық. Сондықтан біз қазақ хандығының тұсын, мемлекеттілігінің тұсын біз қазақ даласына ислам дінінің 3-ші кезеңі деп айтамыз. Бұл 3 кезеңде де қазақтың білімі құбыласы Орта Азия медреселері болды. Түркістан, Бұқара, Ферғана, Самарқанд медреселері, онда Нақшбанди пірлері деген сияқты. Өйткені қазақтың хандарының барлығы, біз енді біз ислам
деректеріне қарайтын болсақ, ислам мемлекеттерінің орта ғасырлары, сол қазақ хандығының сефеидтердің болсын, жаңа Бабыр Шах, Сайып Қырандардың құжаттарына да қарайтын болсақ, қазақ хандығының сол кездегі үлкен ауқымды мемлекет болғанын түсінеміз, көреміз. Сондықтан олар мынау ғазауат жариялап, ойраттармен соғыс, қалмақтармен соғысы, олар өздерін ғазауат деп жариялады. Ғазауат дегенде жаңа біздің кеңес үкіметінің киносы түсіріп үйретіп жібергенде, анау деген қазақтар киіз үйде отырып, әруақ деп қолына найза алып шаба берген деп түсінеді ғой. Қалмаққа шапқанда. Бірақ шын мәнісінде ол жерде діни астар бар дейсіз ғой. Иә, өйткені қазақ хандары бұл соғыста жеңіп келетін болса, міндетті түрде ғази атағын қосып алады. Тәуке хан, Тәуекел Мұхаммед Ғази Бахадыр хан, Әбілқайыр Мұхаммед Бахадыр Ғази хан. Көріп тұрсыздар ма? Демек, бұл соғыстар, бұл неге бұлар олайға атап алады? Өйткені бұлар қазақтың хандары соғысқа шықпас бұрын Түркістанда, Самарқандта отқан не істейді? Ғалымдарға хат жібереді, бізге пәтуа беріңіз. Олар деген пәтуа береді. Солай. Сөйтіп, сосын олар қалмақтарға қарсы соғыс ашады. Демек, бұл арадан көреміз. Кейін мынау Османлы империясының тұсында медреселерде, мынау Османлы шахзадаларының бәрі Маниса медресесінде тәрбиеленетін болған. Арнайы соны Маниса медресесі элиталарды тәрбиелеп шығатын медресе бар. Сол сияқты Түркістанда Қарнақ деген медресе болған. Бұл біздің қазақ элиталарының бәрі оқып шығатын, ақсүйектер оқып шығатын медреселер болған. Енді кейін қазақ хандығы жайлап біртіндеп Ресейдің қол астына өте бастаған тұс, жаңа Екатеринаның тұсында рас ислам дінінің жаңаша бізде қарқыны, кезеңі пайда болды деуге болады. Патшалық заманнан. Бұл заманда біз айтпаймыз, Абай атамыздың өзі айтады, біз мемлекеттен айырылып қалып, хандықтан айырылып қалып, үкімнен, өзіміздің үкіметімізден айырылып қалып, қазақтың даласын 3 губернияға бөліп алған тұста Абай атамыз не деп айтады? Біз қазір Дарул Харб болып қалдық. Яғни мемлекеттен айырылып қалған, үкіметтен айырылып қалған, хандықтан айырылып қалған, өзінің үкімі, өзінің пәтуасы жоқ болып қалдық деп айтады. Бұдан көрінетіні, Абайдың бұл сөзінен көрінетіні, біз бұрын өзіміздің үкіметіміз бар, өзіміздің пәтуамыз бар, өзіміздің үкімдеріміз бар, молдаларымыз бар, үлкен мемлекет едік. Қазір ондай болмай қалдық деп айтып отқан сөзі бұл. Демек, бұдан көрінеді, біз осы одан бұрынғы 3 кезеңде де мұсылман болған. Енді Ресей патшалығын, жаңа сіз айтып отқан Екатеринаның тұсын бастапқы кезеңде біз жайлап Уфа Орынбор губернаторына, Орынбор мүфтилігіне қарата бастаған қазақ даласын, бұл кезде біз ислам дінінің қазақ даласына 4-ші кезеңі деп атауға болатындай. Себебі бұл жаңағы Абай айтып отырғандай мемлекетіміз жоқ заман. Бұл кезеңдегі. Ол кезең кейін кеңес үкіметіне жалғасады дегендей. Бірақ бұл кезеңде де бізде үлкен ғалымдар шығады, Абай, Шәкәрім сияқты, Мәшһүр Жүсіп сияқты ғалымдар, осы 4-ші кезеңнің ғалымдары. 5-ші кезеңде біз қазір өзіміздің кезеңімізді айтамыз, тәуелсіздік алып, мүфтиятымыз өзіміз ашылып, университеттеріміз, ислам дінін оқытатын медреселеріміз ашылып, қайта-қайта мешіттеріміз жаңғырып жатқан заман қазір қазақ даласында исламға бет бұрудің 5-ші кезеңі болды екен. Ал жаңа айтып отқан Екатеринаның заманы бұл 4-ші кезеңі исламның. Сонда біз ислам бізге кезең-кезеңменен зерттеу, жүйелеуді талап етіп тұр бізде. Сондықтан ол пікірдің бәрі өте дақпыр, қате сөз. Енді ойлап қарасаңызшы, егер Екатеринаның кезінде күштеп бұл халыққа ислам дінін енгізгенде, бір ғана 300 ғана уақыт қой, жыл ғана. 300 жылдың ішінде бәріміз Алла деп, осыншама буынның Алла тағала деп, Аллаға бас ұрып, намаз оқып кетіп, Қожа Ахмет Яссауиді құрметтеп кетуіміз не ғайып болды? Қисынға келмейді ғой. Екатеринаға дейін бұрынғы қазақтың хандарының аты Әбу Саид Жәнібек еді, Ахмет Керей еді, Қасым Мұхаммед еді, Есім Мұхаммед еді. Оның барлығын Екатерина келіп, олардың аттарын өзгертіп тастаған жоқ қой. Ол деректердің барлығын мынау қазақ хандығы Дешті Қыпшақтың хандары деп, Шибанилердің хандары деректері де жазды, Моғолстанның деректері де жазды, Бабыр Шахтың деректері де жазды, олардың мұсылман екенін. Жаңағы Сефевилерге қарсы соғыстарда Сефевилер қанша жазды, біздің қазақтардың қандай
масқа ұстанатын барлығын жазды. Мына Қайып ханның тұсында Қайып хан Осман сұлтанына хат жазған кезде мөріменен жазады. Қайып Мұхаммед, біз қазақтың ханы, мынау Мәскеу патшалығына қарсы ғазауат жариялайық деп едік. Мынау Ханафи мазхабын ұстанатын біздің ағайын халық татар башқұрттарды солардан азат етейік деген сөзді ол Екатерина жазғызбайды, ол біздің барлығы. Сондықтан осы деректерден көрініп тұрады біздің қаншалықты деңгейде мұсылман болғанын, қаншалықты деңгейде діндар болғанын. Рахмет жауабыңызға. Қанеке, өзіңіз сұрақты тағы да қайталап берсеңіз. Бағана айтып отырмыз ғой, Екатеринаның жаңағы көп айта береді, сілтеме бере береді, қазіргі кезде жаңағы исламофобтық көзқарастағылар. Жаңағы Екатериналық келген халықты қазақ даласында мешіт болмаған, қазақтар намаз оқымаған, қазақтарға ислам сіңбеген, жаңағы ресми элита деңгейінде қабылдағанмен халыққа ол сіңбеген, мешіт салып, халықты жаңағы отырықшыландырып, осы жаққа халықты момын жуасқа айтқаннан шықпайтын қылу үшін осы Екатериналық келген кезінде болған деп айтады. деп айтады. Иә, ол сұраққа бірінші жауап беруден гөрі бұны кім айтады деген сұраққа, сауалға жауап беру керек. Бұны қазір қазақ қоғамында айтып жүргендердің көбісі кешегі кеңестік 70 жылдық кеңестік атеистік кезеңнен кейінгі тәуелсіз алған кезде қайтадан біз дәстүрлі дінімізге бет бұрдық қой. Сол кезде барлық қазақтар өзіміздің діни санамыз, діни тәжірибеміз, діни таным, түсінікке қайтып оралды. Сол діни дәстүрлі діни таным, сана, түсінік, тәжірибені мойындағысы келмейтін топтар, ұрпақ пайда болды дейміз ба. Сол вакуумдық кезеңде қай жаққа бет бұрарын білмей, бая коммунистік идеологиямен өскен, мектепте, университетте атеизмді оқыған, кәдімгі дәстүрлі пән ретінде оқытқан мұсылман болайын десе басқадан ұялады. Болмайын десе өзі қазақ ата басы практикалық мұсылман болған. Сонымен оларға белгілі бір бағыт керек болды да, қазір біз қоғамда көп талқыланып жүрген өздері жұрнағыда жоқ, тарих беттерінде қалған тәңіршіміз деп атайтын кісілер бар, топтар бар, мейлі. Солардың барлығы сол бағытқа түсіп кетті. Оларға белгілі бір идеология керек болды. Қуыстанып қалған кеудесін толтыру үшін, ақпаратпен, идеологиямен толтыру үшін сол белгілі бір ұран, белгілі бір мән мағынасы бар бір идеология керек болды. Сонымен сол идеологияның негізінде, соның жетегінде кеткен адамдар бұл әңгімені көп айтады. Бірақ бұның барлығы, жаңа тарихшы Ерекең айтты, барлығы ешқандай тарихи негіз жоқ, бос қуыс әңгімелер. Ал негізгі Екатерина кезеңіндегі діни басқармаларды, сол мүфтияттарды құру, ол мұсылмандар, патша үкіметінде бағынысты мұсылмандар арасындағы діни саясатты, дін саясатын бақылап, уыс тастап отыру үшін құрылған еді, негізгі идеологиясы болады. Біз оны алда айтамыз. Ал енді мен жоғарыдағы сұраққа жауап ретінде біз қазақ мұсылманшылдығы тек қана кейбіреулер кешегі күнде сарнап келген сияқты 90 жылдардан басталмайды. Жаңа біз талқылап отырған топтар айтып жүргендегідей Екатеринаның кезеңінен 1788 жылдан басталмайды. Қазақ мұсылманшылдығы пайғамбарымызға пайғамбарлық миссия жүктелгеннен басталады. Қазақ мұсылманшылығы сол кезден басталады. Кейіннен ислам әлемге тарады, сонымен түркілік мұсылманшылық пайда болды. Мектебі қалыптасты. Солай жалғасып келе жатқан Ерекең кезең-кезеңмен айтты. Мен алдыңғы сөзімде де айтқам, жалпы негізгі үлкен мағынада қазақ даласының мұсылмандануы, қазақ құрамындағы тайпалардың қазір қазақ ұлтының мұсылмандануы 3 кезеңнен тұрады, үлкен 3 кезеңнен тұрады. Мен алдыңғы подкастта ол сұраққа жауап ретінде айтқанмын. Яғни біз 12 ғасырдан бері практикалық мұсылмандармыз. Біз жай ритуалды ғана ұстанатын мұсылмандар емеспіз, батыс әлемі сияқты. Біз 12 ғасырдан бері 962 жылы Қарахан империясы кезеңінде ислам мемлекеттік дін ретінде жарияланды ма, сол кезден бастап 962 жылдан бері, яғни 12 ғасырға жуықтап қалды. Біз 12 ғасырдан бері практикалық мұсылмандармыз. Біз шариғаттың талаптарын, шарттарын толық ұстанып келе жатқан мұсылмандармыз. Екатерина дәстүрлі жаңағы өзінің патша үкімет кезеңіндегі мүфтияттарда діни басқармаларды құрмай тұрып-ақ бізде дәстүрлі діни мектептер бар еді. Дәстүрлі діни институттар бар еді. Өкінішке орай кешегі совет үкіметі кезеңінде жазылған тарихи еңбектерге сілтеме көп жасалатындықтан, кейіннен тәуелсіздіктің басына жазылған тарихи еңбектердің барлығы содан ақпарат көздері, дерек көзі ретінде пайдаланатындықтан, қазақ даласындағы діни институттар 18 ғасырдың соңында, 19 ғасырдың басында қалыптасты деген ғылыми ортада да сондай әңгіме, теріс пікір қалыптасып қалған, қатып қалған пікір. Оны ешкім бұзуға болмайды деген сияқты.
догма болып қалыптасып қалған. Оны ешкім бұзуға болмайды деген сияқты. Бірақ ол өкінішке орай өте қате жаңсақ пікір еді. 1788 жылға дейін біздің дәстүрлі мектептеріміз болған. Біздің дәстүрлі мектептеріміз Қарахан хан империясы исламды мемлекеттік дін ретінде жариялағаннан дәстүрлі мектептеріміз қалыптасып қойған еді. Оған дейін бізде алдыңғы сұхбаттарымызда да айтқанымен бізде өзімізде дәстүрлі діни мектептер құстың қос қанатындай екі үлкен ишандар мен ақындар мектебі бар еді. Ишандар ол ахлул аурафа, ақындар ахлул фуқаха. Ишандар халықтың исламға мән мағынасын ұқтыратын еді, тасауф жолын ұқтыратын еді. Ихсан, қазіргі күнде кейбіреулер насихаттап жүрген ихсанның жолы сол ишандар мен софылардың, әулиелердің жолы еді. Оның негізгі басында өзіміз баршамыз білетін жаңа Перу Түркістан, түркі әлемінің бірі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан басталады негізгі. Ол енді бұл бүтін қазақтың ғана емес, Перу Түркістанның шығуы, бұл бүкіл түркі халықтарына өте қатты әсер еткен ықпал еткен феномен деп қабылдауға болады. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауидің пікірі ең алғашқы түркі мұсылмандың қалыптасуына түрткі болды. Одан кейінгілердің түркі мұсылмандық мектебінің қалыптасуына. Сонымен Қожа Ахмет Яссауи ең алғашқы түркілерге исламды шариғат тілін түркі тілінде, шариғат шарттарын түркі түрінде түсірген ең алғашқы діни тұлға. Мысалы үшін қазір барлық көмендер Қожа Ахмет Яссауидің аты айтылған кезде оны барлығы түркі текті деп ойлауы мүмкін. Бірақ ол пайғамбарымыздың ұрпағы Қожа еді. Қожа Ахмет Яссауи атынан ақ айтып тұр. Бірақ оны барлығы мен болсын, сіз болсын, барлығы бізді көріп отырған қазақ мұсылмандардың барлығы оны Қазақстанда туылған, осы жерден шыққан, қазақ жерден шыққан түркі деп ойлайды. Қожа Ахмет Яссауидің ең үлкен жетістігі сол еді. Яғни біздің діни институттар дәстүрлі сол кезеңнен бастап қалыптасты. Оның басында Қожа Ахмет Яссауи ең үлкен феномен ретінде, жаңағы негізгі тірек ретінде тұр. Одан кейін бері қарап Жүсіп Баласағұнның басқа да еңбектері, одан кейін Алтын Орда кезеңінде еңбектер, сосын Қазақ ханның кезеңінде де еңбектер жазылған. Оның барлығы тарихи деректер сақталған қосып ретінде. Сосын бізде жаңағы айтқанда ең бірінші ишандар мектебі, одан кейін ақындар мектебі. Ақындар мектебі тек жаңа ақылы фақихтар, қазилар мен мүфтилер еді. Бірақ халық қазақ екеуінде дін тұлғалары, екеуінде уақытша адамдар ретінде қабылдайтын еді. Бірақ олардың қоғамда, қазақ қоғамдағы Алтын Орда кезеңінде де, кейінгі қазақ хандық кезеңінде де рөлі, абыройы өте жоғары болды. Сөйтіп 18 ғасырда хандық билікті жоюдан алдын біз мұсылмандар арасындағы діни лидерлердің абыройын төмендетейік. Діни тұлғалардың ертең халық артынан еріп кетпесін деген мақсатта олардың абыройын төмендетейік, немесе олардың жүріс-тұрысын бақылайық деген мақсатта 1788 жылы сенат қаралымынан кейін, қолдауынан кейін жаңағы Екатерина II Орынбор мұсылман діни назарияты, діни басқармасының құру туралы жарлыққа қол қояды. Ең алғашқы мүфтиі Мұхаммеджан Құсайынов. Мұхаммеджан Құсайынов татар, 1788 жылы ол 22 жастағы жас жігіт еді. Ешқандай шейхул ислам болды, мүфти болды, қазы. Оның тәжірибесі бар болуы мүмкін, бірақ шариғат шартына қалыптасып дәстүрлі данымға қарасақ, ол уақытқа дейін қазақ даласында да жалпы Ханафи мектебін, дәстүрлі діни танымды мектептерді ұстанып отырған татар, башқұрт, өзбектер, қырғыз, түркмен, тәжіктердің арасында да ондай жастағы адамның, жас баланың мүфтилікке салғаны. Қанеке сөзіңізді бөлейін, Орта Азияның діни мектебінде, Бұхараның діни мектебінде жас балаларды ондай лауазымға тағайындау мүмкін емес. Бұхара медресесінің оқу жүйесін, системасын қарайтын болсақ, жалпы қазақ даласында оқу системасын қарайтын болсақ, 40 жас, кемі 40 жасқа дейін оқисың, вундеркинд болмаса. Бірақ ондай уақытынан ерте бітіріп барып, оның өзі шетел асып кетіп оқитын. Бұхар жырау мысалы 22 жасына дейін Бұхара медресесін тамамдап, бірақ Шам өлкелеріне барып оқып келіп, кейін артынан барып әрі кетсе қазылық қылған өзінің қаласында. Бірақ ондай мүфти болып бүтін империяның мұсылмандарына жауап беретіндей мүфтилік лауазымға тағайындалу бұл қызық жағдай еді негізінде. Ал жаңағы қазақ даласында білім берудің өзі 4 этаптан тұрған ғой. Бүтін мұсылман өлкелеріндегідей. Бірінші бастауыш мектеп, одан кейін орта мектеп, яғни бастауыштан санавия дейді. Үшінші ортадан жоғары мектеп, сосын 4-ші ғалия, академиялық мектеп. Бұхараны бітіріп келіп, болмаса Бұхараның медресе енді жүйе Бұхара ғой, міндетті түрде Бұхараға барып Көкілташты бітіру керек емес. Әлбетте Көкілташты бітіріп келу деген үлкен абырой қазақ даласы. Одан бөлек Бұхараның
жагдайатына, сонун жүйөсүнө караган казактын даласында, Орто Азиянын даласында медреселер көп болду. Солардын баарын битирип тамамдап келип, казак даласына молда болуп аброй. Сонда жаңа казак амандасканда, Кутай бала амандаскан кезде ассалому алейкум десе, ва алейкум салам, айналайын молда бол деген сөздөн көрүнөт. Молда деген мамандык үлкөн престижный мамандык болгон экен да. Оны келип Екатерина ауыздарына сөзүнө салган жок, молда болсун деп балаларыңыз. Иә. Сол 18 ғасырдың соңына дейін патша үкіметінде шоқындыру саясаты өте қатты белең алып тұрды. Кейін Екатеринаның қасындағы кеңесшілер бар, патша үкіметі жалпы сол кезек патша үкіметі, орыс патша үкіметі шоқындыру саясатының мұсылмандарға жүрмейтіндігін түсінді. Нәтижесіз болды. Олға дейін орталық шоқындыру басқармасы жұмыс істеп тұрды. Сосын Екатерина башқұрт татарлардың діни лидерлерін өртеп жүрген, инквизиция жасап. Екатерина екінші бұйрық шығарды. Құдай тағаланың өзі әлемдегі барлық діндерге төзімділік танытады екен, онда неге біз төзімділік танытпаймыз? Сөйтіп біз басқа да діни азшылықтар, немесе басқа православ христиандығынан басқа дінді ұстанатын мұсылмандарға болсын, басқа дін өкілдеріне болсын, кеңшілік танытайық деген жарлығынан кейін жаңа 1788 жылы құрылған ең алғашқы мұсылмандардың діни лидерлерінің, дін қайраткерлерінің жүріс-тұрысын, сөзін, аузынан шыққан әрбір сөзін бақылап отыру үшін Орынбор діни назарияты, мүфтияты басқармасы құрылды. Қазіргі күнде сол жалғасып келе жатқан тізбек сол. Сөйтіп Мұхамеджан Хусайынов соның ең алғашқы 22 жасында бас мүфти болды. Ол оған 20 жасында өлкенің бас ақуны қызметін атқарып келе жатыр. Сөйтіп патша үкіметі тарапынан ол жыл сайынғы оның 1500 сомдық айлығы бар, жалақысы. Оның қызметшілерінің, хатшыларының, жалпы офисінің қызметі жыл сайынғы 900 сомдық. Үнемі өмірінің соңына дейін 1824 жылына дейін ол сол мүфтилік қызметте патша үкіметінің жалақысымен күн көріп жүрді. Жалпы патша үкіметі тарапынан мүфтияттың қызметкерлері екі жікке бөлінді. Біреу үлкен қызметкерлер, екінші кіші қызметкерлер. Үлкен қызметкерлер жаңағы мүфтияттағы қызметкерлер, бас мүфти, оның орынбасарлары, қазылар, бас ақындар, кішкентайлар мешіт имамдары және азаншылар, молдалар. Үлкен қызметкерлердің жалақысы ай сайын төленіп тұрды. Олар саясат Екатеринаның екіншінің саясаты немесе патша үкіметінің саясатын жергілікті жерлерде атқарушы қызметін, идеологиялық қызметті атқарды. Кіші қызметкерлердің жалақысы тұрақсыз еді. Олар қарапайым қазіргі күндегі сияқты бірде бар, бірде жоқ күн көріп жүрген еді. Сонымен Орынбор мүфтилігі Совет үкіметі жаңағы орнағанға дейін 17 жылғы көтеріліске дейін 7-8 мен білуім бойынша мүфти барлық татар ұлтының өкілдері сайланып келді. Оның барлығы жаңағы патша үкіметінде мұсылмандардың патша үкіметіне қарсы бас көтермеу саясаты және жаңадан отарланған территорияларды, өлкелерді орталық билікте ұстап тұру саясатының негізінде құрылған еді. Ал негізгі себептері қазақтар, сонымен қатар татар, башқұрттар христиан дінін ұстанатын орыстар өздерінің билеуші ретінде қабылдай алмады. Оның ең үлкен себебі барлығы дін, сенім мәселесіне келіп тірелетін еді. Исламда өзге дін өкілінің мұсылмандардың үстінен билік жүргізіп тұруы қабылданбайтын, төзімділік танылмайтын нәрсе жалпы исламда. Оның үстінде екінші нәрсе, сол кезде қажылық жасап жүрген татар, башқұрт, қазақ, өзбек қажылары болсын, жалпы түрік халықтарының қажылары Осман империясының территориясынан сол кезде өтетін еді. Мекке Мединеде болатын еді. Сол жерде де олар Осман империясындағы атақты шейхул ислам ғұлама ғалымдардың уағыз насихаттарын, олардың үндеулерін, сендер қалай шыдап жүрсіңдер деген әңгімелерді, немесе оларға бізге көмек беріңдер деген сияқты жасырын сол кездегі үкімет тарапынан танылған хандар, билеушілер болсын, хаттарын жеткізетін еді. Бұл екінші себеп. Сол нәрселерден қорыққан патша үкіметі амал жоқ жаңағы орталық шоқындыру мектебін немесе ұйымын жаю қызметін төмендетіп, соңында жауып тастады, оны мүфтияттарды ашуға жағдай жасады. Хусайынов өзі 22 жаста болса да, сол кезге дейін патша үкіметіне иттей адалдығын дәлелдеген тұлға еді, адам еді. Тұлға емес, адам еді. Дәлелдеген адам еді 22 жасқа дейін. Ол сол уақытқа дейін Сырым Датұлы көтерілісі бар. Патша үкіметінің делегациясында Сырым Датұлымен жеке кездескен адам еді. Қазақтар оны молдекең деп қатты құрметтейтін еді. Кіші қазақтар әшіресе. Шейхул Ислам. Кейіннен Шейхул Ислам болды. Кімнің, Жәңгір ханның туған қайнатасы ғой? Жәңгір ханның туған қайнатасы. Фатима, Жәңгір ханның қызы Фатима екінші әйелінен туған қызы. Мұхамеджан Хусайновтың. Ол 22 жаста болса да патша үкіметіне өзінің өте адал екенін дайындалып, сенімге әбден кірген адам еді. Екатеринаның да бірден Хусайновтың
кандидатурасын мүфтилікке қол қоюы сол еді. 22 жасар адамның тура сол уақытта сондай сенімге ие болып, сондай жоғарғы бас мүфтилік қызметке ие болу, бұл өте үлкен құбылыс еді. Ол сол уақытқа дейін тек Сырым Датұлымен келісімсөз жасаған келісімшарттарға емес, татар башқұрт бас көтерулерін ұйымдастырған көсемдермен де келісімшарт жасап, қазақ байларына көп мал, дүние беріп, патша Екатерина екіншінің сый сияпатын, атақ, мансабын беріп, қазақтарды өздеріне тартып, дін арқылы жүріп, барлығын көңілін тауып, патша үкіметінде екі жақтында көңілін тауып жүріп, өте дипломатиялық қабілеті жоғары адам еді. Екатерина соны қолдады. Бұны ұсынған патша үкіметіне сол кездегі Уфа, Орынбор өлкесінің наместнигі барон Игельстром еді. Негізгі мүфтият құру идеясы Игельстромның идеясы. Кейіннен ол бұл идеяның төңірегіне Хұсайыновты тартты. Хұсайынов айтқанға көнбіс, айдауға жүргіш жас жігіт еді. Оған атаға бұрау өте керек еді. Сонымен 22 жаста тарихта болмаған нәрсе. 22 жаста ол солай мүфтилікке сайланды да, өмірінің соңына дейін өлгенше мүфтилік креслосында отырды. Өмірдің соңына дейін. Кейіннен келген мүфтилердің барлығы солай. Барлығы татар ұлтынан шыққан. Мәселеде де Уфаның мүфтиі Ресейдің бас мүфти. Орталық мұсылмандар, орталық Ресей мұсылмандар діни басқармасы, Талғат Тәжидин, татар ұлтының өкілі. Ол жаңылыспасам, мен шатаспасам, ол 80 жылдардың басынан бері мүфтилік қызмет. 40 жылдан бері отырған адам. Бұхара мектебін оқыған, бірақ сондай. Сонымен бұл мүфтилік 20 ғасырдың басына дейін жалғасты. Сөйтіп, жалпы Ресей үкіметі, патшалық Ресей қоластындағы түрік халықтарының, әсіресе қазақтардың арасында татар молдаларының патшалық идеология насихаттауының әсерінде жеккөрушілік, татар ұлтына деген жеккөрушілік қалыптасты сол кезде. Әлі күнге дейін бар ол. Татар молдарына қатысты. Татар молдаларына қатысты. Мына сөзімізге татар ағайындар ренжіп қалмасын. Иә, ренжіп қалмасын. Оларды жалпай жамандық жасаған жоқ, оларды бір айла жасады деп те қабылдауға болады. Өйткені олар бізге қарағанда 300 жыл бұрын Ресейдің құрамына кірді. Қазанның жаңағы Мәскеудің тарапынан жаулануы православ әлемі үшін, тек қана орыстар емес, бүтін православ әлемі үшін Қазанның Алтын Орданың ең үлкен қалаларының бірінің құлауы олар үшін Константинопольді кері қайтарып алғанмен тарап бір жеңіс еді. Олар Қазанды жаулап алған кезде Казанская Божья Матери деп икона жасап шығарды. Бір иконалардың қасына православ шіркеуіне орта жолдан икона келіп қосылып тұрды. Содан Кремльдегі бас шіркеулері бұл мынау Қазанды жеңгеннің құрметіне деп шіркеу салды да олар деген. Тіпті тарихи деректер бар, жаңа Қазан Кремльдің кірпіштері, сосын Астрахан Кремльдің кірпіштері, қазіргі сарайшықтың арқылы қазіргі Кремль қабырғалары тұрғызылған. Сол жер тұрғызылған. Ол енді құрылыс мәселесінде. Енді айтқым келген нәрсене, татар ағайындар сол арада үлкен қысымға ұшырады. Басқа да жағдайда олар шоқындыру саясат жүргізсе, православ шіркеуінде мұсылмандарды өртеу саясаты болды ғой бұлар. Өте қатты қиын жағдайлары болды. Сондықтан бұлар Бұхара медресесінен ажырап, мүмкін өзіміздің деп үкімін пәтуамыз болсын деп, және Ресей патшаларыменен келісімге отыруға мәжбүр болды. Басқа амал жоқ. Олар келіп бұлай күшпен шоқындырғаннан, керісінше бізге мүфтият ашып береміз деп отыр. Өзіміздің аузымызға қолымыз жетеді деп отыр. Сондықтан жаман жақтары да болған жоқ. Татар башқұрт молдаларының арасында қадимшіл, ескішіл, қожалардан сабақ алған, нақшбандилерден сабақ алған үлкен ғалымдар болды. Олар да кейін жаңа татар кімнің Орынбор мүфтиятынан тағайындалған молдаларын кемсітіп хат жазып отырды деген. Бір жақсысы біліммен неге татармен Қазан мен Уфаға, Орынборға жақсы көңіл бөлініп, ол жерлерге медреселер салынып, баспаханалар ашылды. Сол жағынан біздің қазақтың бір топ ғалымдарын тәрбиелеп шығарды дегендей. Кейін осы өздері құрып берген, Ресей патшалығының өздері құрып берген медреселерінен жадидист Ресей патшалығына қарсы шыққан үлкен
Идеологтар шықты. Идеологтар шықты. Иә. Өздері былайша ондай нәрсені күткен жоқ. Валиди сияқты, біздің Мұстафа Шоқай сияқты, Әлихан Бөкейхан сияқты, Гаспаралы, Исмаил Гаспаралы, Шахабеддин Маржани сияқты жадитшілдер шықты. Өте керемет. Ресейге қарсы либерал мұсылмандар дүние ол медреселердің ашылуымен. Сондықтан бұндай бір құбылыс Ресей патшалығының өзіне үлкен қиындығын да туғызды. Бір жағынан қазақ халқына әлбетте қазақтың қожалары, ишандары жаңа Қанекең айтып отқандай жерлерде татар молдалары Екатеринаның тұсында келген саясаттан шығып кетті ғой. Ол саясаттан келген Екатеринаның иісі шығып тұрған, Ресей патшаларының иісі шығып тұрған молдаларды керісінше біздің қазақтың халқы қабылдаған жоқ. Тіптен мысалы қазақтың рулары молда шығарудан жарысып тұрған ғой. Ең мықты молдалар шыққан, ғалымдар шыққан рулардың ішінде орта жүздің рулары арғындар да мысалы. Арғындар біздің 5 жасар 6 жасар баласының өзі татардың молдасын келеке етіп қуып шығатындай болған ғой. Указной молдаларды. Указной молдаларды қуып шығатындай болған да. Сондай бір қызық жағдаяттар бар да. Керісінше бұл кісілердің айтып жүрген жаңа Қанекең айтып кеткен біз тәңіршілміз дегендердің айтатын сөздеріне уәж өте көп енді білген адам, білімді адамға. Енді білмейтін адам, ғылымнан түсінбейтін адам, әшейін фанат адам деген. Енді қазір біз тәңіршілміз деп жүргендер бетін тырнасаң атеист агностиктер, олар 70 жыл қазақтың атеистердің езгісінде болғанын білетті. Біз атеистпіз десек, оларды ешкім қабылдамайтынын білетті. Сондықтан олар жаңағы тәңіршілміз деп айтасың. Енді қазір басқа да тақырыптарда қозғаймыз, олар кімдер екенін. Ерекең дұрыс айтты. Тағы қосымша жаңа үшінші мүфтияттың құрылуы, патша үкіметінің мүфтият құру саясатының үшінші себебі астары Ерекең айтып кетті, дәстүрлі орта азиялық мектептерден бөліп алу еді. Мен осы сұрақты жаңағы мысалға айтып отырмыз ғой, мүфтилердің барлығы мүфтиятта татар ұлттық өкілдерінен тағайындалды деп. Енді жаңағы Ерекең бір басын шалып айтып қалды, бұлар жаңағы жадитшілдікті ұстанды деп. Сол осы татар өкілдерінен тағайындалған мүфтият осы діни білім беру жүйесімен біздің орта азиялық дәстүрлі мектептің арасында қарама-қайшылықтар болды ма? Ерекең айтты, жадитшіл шыққан татар ғалымдар болды, башқұрт ғалымдар да бар. Бірақ бұл Орынбор мүфтилерінің арасынан ешқандай жадитшілдікті насихаттаған адам шыққан жоқ. Бұл Ерекеңмен біз айтып отырған ол татар ұлты мен башқұрт ұлтының арасынан шыққан, көзі ашық, шетелде оқыған, діни бастауыш білімді елде енді Уфада, Қазандағы медреселер алған, бірақ шетелде оқып, кейіннен ол жақтағы жаңағы 20 ғасырдың басындағы мұсылман әлемінің артта қалып кетуін әбден көріп, кейіннен жадитшілік идеологияны қозғаған кісілер. Ал мүфтилердің арасында ешқандай ондай жадитшілікті насихаттаған кісілер болған жоқ. Бәрі қадимшіл, тек патша үкіметінің озбырлық, отарлық саясатын жаппай қолдап келді. Мысалы үшін мен сіздерге айтайын, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер деген 3 томдығы бар, трилогиясы. Сода 2-ші томды Жанталас. Абылай ханның кезеңіндегі 18-ші ғасырдағы кезең жазылған. Ілияс Есенберлинге Алла разы болсын, тура сол кезде ол Игельстром саясаты, дін саясатын айта келе, кіші жүздің би сұлтандарының Әбілқайырмен бірге жаңағы ант қабылдайды ғой. Сол далада, шатырда болады. Патша үкіметінен келген өкілдің алдында ант қабылдап, патша үкіметінің өкілі генерал-губернатор тұрып, қатын патша үшін бәріміз көтерейік деген кезде қазақтың бай манаптары, ақын билерінің бәрі аузы ашылып аңтарлық қылады. Сол кезде қасында мүфтият тарапынан тағайындалған арнайы өкіл молдасы еріп жүрген. Ол да қолына шыны алады да тұрады. Тура сол жағдаят Жанталаста баяндалады. Тұрады да кімде-кім қатын патшаның денсаулығы үшін ішпесе, осындай деген пәтуасын айтып жүрді. Осындай жерде барлығы ол жерде ол кезде молданың айтқан сөзі бұлжымас заңдылық. Ол аспаннан тікелей түскен уақи сияқты қабылданған. Сол кезде жаңағы қазақтардың барлығы ең алғашқы рет шараптың дәмін тартып көріп, Ілияс Есенберлин айтады, сол кезде жаңағыдай мастықтың да басқа жағдайларға ит жағдайына түсті деп айтады. Енді соның барлығы сол кезде болған. Бұның барлығы жаңағы патша үкіметінің мұсылмандарды негізгі дәстүрлі діни танымнан, діни санадан, діни түсініктен ажырату үшін және отарлық саясатта барынша созып ұстау үшін жасалған дін саясындағы өте жемісті, патша үкіметі үшін өте жемісті бір жағдай болды. Бұл 20 ғасырдың соңына дейін патша үкіметі құлағанға дейін жалғасты. Енді Қанекеңнің сөзіне тұздық қосып кетейік. Келіспейтін жері бар. Өйткені көркем әдебиет, біз енді тарихшымыз ғой. Тарих үлкен ғылым, ғылыми көзқарасты алға тартады. Көркем әдебиет тарихи
директ бола алмайды енді. Иә, мен оны біліп отырмын. Мен мысал ретінде айтып отырмын. Мысал ретінде айтып тұрмын. ғой енді, бірақ тарихи деректер керек болса мен сізге айтайын, указной молдалар, мүфтилер пәтуа шығарған. Оны айтып отқан жоқ, қазақтың хан сұлтандары билері бірге ішіп кетті дегенге келісіңкіремеймін. Өйткені Әбілқайыр ханның қасында төбесі көрінген сол заманның атақты қожалары, молдалары отырған. Оны біліп отырмын. Ханымның да пәтуаларында, жазған хаттарында да бәрінде де діни элементтер көрініп тұрады. Соған қарағанда мен ондай Бұхара, Самарқандты, Түркістанды тамамдап келген үлкен қожалар татардың молдаларына ілесіп бірге шарап ішті деген қисынға келіңкіремейді. Әлбетте Ілияс Есенберлин указной молдаларды жаңа тұғыртқысы келіп жазғаны шығар. Бұл көркем әдебиет, мен де біліп отырмын. Мен де зерттеуші ретінде олардың дәлелге жүрмейтінін білемін. Мысал ретінде указной молдалардың қазаққа қалған патша өкіметінің саясатының мысал ретінде айтып отырмын. Бірақ тарихи деректер керек болса, тарихи 18-19 ғасырдағы әсіресе деректерде жаңағы өздерінің Уфа мен Қазанда базарларында өтпей қалған тас мұз кәмпиттерін қазақ даласына әкеліп Мұхаммедтің тас кәмпиті деп сатып, бір қойға бір кәмпитті алмастырған тарихи деректер, жазба деректер, қолжазба деректер бар. Қазақ енді аңғал халық. Қазақ аңғал. Мұхаммедтің тас кәмпиті Меккеден алып келген деп. Соны істеп жүрген бәрі указной. Абайдың жамандайтын, Шәкәрімнің жамандайтын молдалардың бәрі указной молдалар. Енді біздің бұл айтқан сөзімізге сол кездегі указной молдаларды жамандап айтып қойды, кейбір молдалар қуанбасын, бірақ ол жалпы молдаларды да жамандаған тұстары бар. Бірақ дегенмен де негізгі жамандаған молдалардың барлығы негізгі нысана солар болды. Патша үкіметінің тамамалған тағайындалған указной молдалар. Патша үкіметінің орынбор мүфтиятының құруының тағы бір астары қазақ даласындағы кезбе молдалардың қызметін тоқтату еді. Бұл жаңағы Самарқанд, Бұхара, Ташкент медресесін бітіріп келген түлектер 15 жыл кемінде білім алған. Барлығы ұстазының рұқсатымен, батасымен қазақ даласына дінді насихаттау. Ауылда, ижазасы бар. Ауылда бала ұстап, мектеп, киіз үйде бала оқытып медресе ашу жұмыстарымен кезбе молдалар деп атаған патша үкіметі. Бірақ олардың бәрі кезбе молдалар емес. Бұл қазақтың дәстүр тамымындағы әрбір ауылдың молдасы бар. Бірге көшіп қонып жүретін ишандар еді. Патша үкіметі бұл сол ишан молдаларының қызметінен өте қатты қорықты. Олар қазақтарды жаңағы патша үкіметіне қарсы көтерілуге, патша үкіметіне қарсы үгіттеуге өте күшті жұмыс жасап жатыр. Олардың қызметін тоқтату керек. Негізгі мүфтияттың құрылуының астарында осыны бақылауға алу болып тұр. Осыны бақылауға алып жатыр. Негізгі астар жаңағы орталық дәстүрлі діни мектептерден ұзақтату, басқаруда, құрылым мен қызметін басқаруда ұстау, сосын кезбе молдалардың қызметіне шектеу қойып еді. Сөйтіп 19 ғасырдың басында сол Мұхаммеджан Құсайыптың тікелей араласуымен патша үкіметіне ұсыныс айтумен кезбе молдалардың қызметін тоқтату мақсатында қазақ даласына указной молдалар тағайындалып, указной молдалар тура кезбе молдалардың қызметін атқарды. Қазақ олардың ешқайсысын ажыратылған жоқ. Бұл дәстүрлі діни бағытта, оңтүстіктен келген немесе ар жақтан келген деп. Барлығы әлхамдулилля мен Фатиханы ықылас оқып беретін еді барлығына. Сөйтіп қазақ даласында указной молдалардың қызметі арқылы да патша үкіметінің отарлық саясаты жалғаса берді. Бұл таңғаларлығы дін саясатын, діни қызметтерді, діни қайраткерлердің қызметін бақылауда ұстау, бұл Қазақстандағы, қазақ жеріндегі хандық билікті жоюдан алдын болды. Мынау әлі жаңа қанеке кешіріңіз. Бірінші сұрақтың әлі жалғасы ғой. Бірінші сұрақта жүрміз. Енді осы сұрақты қорытындылайтын болса, жаңа сізден шыққан Екатеринаның тұсындағы ислам ба деп. Бұл жаңағы топтардың да бұл әңгімені қозғауындағы мән осы да, қазақтардың Екатеринаның тұсынан бастапқы осы указной молдалардың қылған әрекетін көріп қалған халық жадында бар, әлі тарихи жадында бар нәрсені алып келіп, міне именно сол указной молдалар бізді исламдандырды деп түсіндіргісі келіп жатырған әрекеттері да. Оған дейін мынау қазақ халқының указной молдаларды қабылдамай қалғандағы себебін түсіндірмейді де, оның себебін олар өздерінше қазақ тәңіршіл болған деп түсіндіреді. Жоқ, ол Екатерина патшалық Ресейден келген молдаларды қабылдамай қалғандағы мәселесі бұл осы еді. Яғни бұл жаңағы Бұхара медресесі Ханафи мазхабының ең үлкен медреселерінен, яғни үлкен ғалымдар шыққан медреселерден. Сондықтан бұл Бұхара медресесі ғасырлар бойы келе жатып жаңадан бір медресе ашылып, оны қазақтарға бұрыннан келіп жүрген ықпал ететін болса, оны бітіріп келген түлектер және оны ұстанып келген халықтардың арасында әлбетте ондай бір қарсылық, жек көрінушілік пайда болатын еді. Онда қазақтың руларының, ауылдарының арасында және оқығандарының арасында
абай шәкәрім сақтылардың арасында әлбетте бұл указной молдалар сыналды, бірақ барлығы емес. Өйткені жақсы оқыған, көз ашық ғалымдар да болды дедім ғой. Мысалы абайдың өзі татар молдаларынан сабақ алған адамы. Бірақ мына қазақ билеушілерінің де бұл указной молдаларға қарсы көзқарасы болғанын байқауға болады. Құнанбай қажы жаңа Ташкент, Түркістанға барып, бұл указной молдалардан шаршадық деп қожаларға барып келіп, Досжан хазіреттерге келіп мұң шағып отырғанын көруге болады. Абдолла Досжан хазіреттер. Қосымша ретінде айта кетейін, абайдың атасы Ырғызбайдың Түркістаннан ишандар қожалар әулетін алып келіп, жаңағы Шыңғыстауда өзінде ұстап, дәстүрлі діни тәліммен балаларым, немелерім оқысын деп абайлар тәлім алған ауылда. Сол Құнанбай әулетінің тобықты руының ішіндегі оқыған кісілердің барлығы сол жерден тәрбие алған. Кейіннен сол әулеттің бәрімізге танымал Абай жолы романының авторы Мақтар Әуезов шықты. Ол кісі қожа. Сол Түркістаннан Абайдың арғы атасы, бабасы Ырғызбай алып кеткен қожалар әулетінен шыққан. Сол жерден шыққан. Мұның барлығы қазақ үнемі дәстүрлі діни танымынан болған. Біз жаңа жоғарыда тағы да айттым, 12 ғасырдан бері практикалық мұсылманбыз. 12 ғасырдан бері практикалық мұсылманбыз. Осының барлығы тарихи практикалық дәлелдер. Абайдың ауылында болсын, одан алдың болсын, одан кейінгі кезеңдер болсын, барлығы осы біздің сөзіміздің, жолымыздың дәлелді дәйекті болу үшін жарайды деп ойлаймын. Енді рахмет жауаптарыңызға. Осы тақырып төңірегінде бір өте ауқымды тарихи деректерге негізделген жауап болды деп ойлаймын. Осы пікірді айтып жүрген азаматтар болатын болса, көріп бір өздеріне ой түйетін шығар деген ойдамыз енді. Одан кейін енді тағы бір қозғап кеткім келіп отырған мәселе мынау алаш қайраткерлеріне бір тоқталып өтсек. Жалпы білеміз, 19 ғасырдың аяғы менен 20 ғасырдың басы жалпы бүкіл ислам әлеміндегі үлкен кризис тоқырау орын алған кезең ғой. Мынау жадидшілдік пен қадимшілдіктің пайда болып өзара тартысқан бір жаңағы бағыттағы кісілер батыстық либералды жолды таңдауды дұрыс санаса, екіншілер жаңа керісінше осы діни жол бізді жетілдіреді, пұшпаққа шығарады деп есептеген тартысқа түскен кезең. Соның ішінде енді мысалға дәл осы тенденция біздің халықты да елді де айналып өтпегенін көреміз да. Өйткені мысалға алаш қайраткерлерінің өзін алып қарайтын болсақ, ішінде жаңа кейбір діни мәселеде де келіспеушіліктер болғанын көреміз. Соның ішінде мысалға жаңағы Әлиханның болмаса Міржақыптың кейбір еңбектерінде жаңағы сынайтын жерлері бар ғой, мысалға діни кейбір институттарды, элементтерді сынайтын жері бар. Әлихан мен Шәкәрімнің арасындағы пікір ондайлар да бар. Соны алып алып жаңағы міне алаш қайраткерлері дінге қайшы болған, қарсы болған, көрдіңдер ме, мынау жаңағындай қазақ ислам ұстанбаған, міне зиялылардың өзі ұстанбаған деп соны дәлелге келтіргісі келіп жүрген кісілер де бар. Сондықтан енді осы алаш қайраткерлері қандай діни көзқараста болды, осы жағын бір ашып көрсеткісі, және олардың басқа жаңағы дәстүрлі діни мектеппен жаңағы қандай мәселелерде келіспеген тұстары бар, осы жағына бір енді бір бастауы кіріспесі ретінде жадидизм қайдан қалыптасты әлемдік деңгейде. Сіз өзіңіз сұрақты өте әдемі қойдыңыз. 19-20 ғасыр бүтін ислам әлемінің үлкен дағдарысқа ұшыраған дәуір. Неге? Өйткені колониалды мемлекеттен бәрі өсіп, жетіліп, ислам әлеміне ислам әлемінің барлығын дерлік жаулап алды. Жалғыз Осман империясы жауланбады деуге болады. Бірақ оның өзі Германияға, Австро-Венгрияға сияқты елдерге кіріптері болып, осы үлкен бірінші дүниежүзілік соғыста да осы исламның жаулауын емес, бірінші дүниежүзілік соғыста Осман империясы осы державалардың мүддесі үшін соғысты да. Соған көретініміз бүтін ислам әлемінің өте үлкен кіріптер болып қалғанының дәлел дәйегі. Содан ғалымдардың арасында бұны зерттеулер болады ғой, енді өзі ислам ғалымдарының өздері де бұл мәселелерді зерттейді, зерделейді. Соның ішінде Жамалюддин Ауғани деген кісі шығып алып айтады, біз неден артта қалдық? Ол кісі біз буквализмнен артта қалдық деп ашық айтады. Яғни біз не үшін батыстықтардан жеңіліп қалдық? Наполеон Бонапарт Мысырға келгенде біз неден жеңіліп қалдық дейді ғой. Сонда айтады, қарапайым нәрсе, олар мылтықпен келді, зеңбірекпен келді, біздер деген жаңа садақпен шықтық, найзамен шықтық, аналардың ұстаудың бәрі бидғат деп айтқан ғой кейбір молдалар. Жаңағы мылтық ату, зеңбірек ату бидғат, пайғамбарымыз садақ атқан деп ше. Содан олар пойызбен жүреді,
машинамен жүрөт, биздер әле есекпен жүрмүз дегендей. Міне біз осы нәрселерден артта қалдық. Ғылым білімнен артта қалдық, өркениеттен артта қалдық деп сөйтіп Құран тәпсірлерін, ислам ілімдерін жаңаша пайда болған ғылыми жетістіктерменен жеткізе бастады. Яғни медреселерге жаңа білімдер, еуропалық білімдерді қоса бастады. Математика, философия. Негізі бұл бұрыннан ислам медреселерінде оқытылған ғой. Бірақ жаппай Осман империясы бар, басқа да мемлекеттер жаппай тасауф іліміне өте қатты мән беріп, үлкен ислами діни ілімдерге мән беріп қойды да, мына жақтағы ілімдердің барлығы қалып қойды ғой. Кейін бұл ілімдерді қайта жандандыруға әрекет етті. Философия, география деген сияқты, математика деген сияқты. Бұл ілімдерді оқытуды, бұл ілімдерді қосуды, жаңа ислам медреселеріне қосу ілімін бұл жадидизм қозғалысы деп айтады. Яғни жаңашылдану, жаңару деген сияқты. Енді бұл қазіргі уақытта модернистер деп айтып қойып жатамыз. Жамалиддин Ауғани Ресейге келіп Петербургтың университеттеріне, Қазанның университеттеріне сабақ берген адам. Исмаил Гаспаралы өте қатты ықпал еткен адам. Исмаил Гаспаралы бүтін түркілердің, түркі мұсылман халықтарының басын біріктіре отырып, Ресейге қарсы шығу, ұлттық ояну сияқты саясаттар көтерілген тұста, бұл мына қазақтың алашордалықтар сияқты бір топ басы көрінген ғалымдары шыға қалды. Олардың барлығы негізінде жаңа Қазан оқығандар оқыған, бірақ бұған әсер еткен адамдар жаңағы Исмаил Гаспаралилер, басқа. Тіптен қазақ даласында осындай пікірлердің пайда болуын Абайдан да бастаймыз. Өйткені Абай көптеген молдаларды, тарихаттарды да сынап қоқай деп зікір салып отыра берсек, жаңа заводты кім салады, Алла Тағала нығметтерін кім игереді деген Абайдың пікірі бар ғой. Бұл сөздердің барлығы осы пікірлердің бастауы кіріспесі деуге болады. Кейін бұл әлбетте бүтін алашордалықтарға әсер етті. Алашордалықтар жалпылама дінді жаңағы мешітке апарып қамап тастағанды, медресеге апарып қамап тастағанды жөн көріп еді. Сондықтан ол діни дүниетанымды кеңейткісі келді. Бірақ рас кейбір мәселелерде исламның шариғи тұстарына қарсы келетін, қайшы келетін пікірлер де болды. Әйел адамға талақ құқығын берейік деген сияқты. Я болмаса Құрбан айтта мал соймай ақ қойып ақша жинайық деген сияқты пікірлер әлбетте ол дәстүрлі медреселерде, дәстүрлі ислам мектептерінен сынап алады, яғни сыналады, критикалы. Сондықтан сол жерлерде қайшылықтар болды жадидистер менен қадимшілдердің арасында, жадидшілдер менен қадим. Алашордалықтардың басым көпшілігі жадидшілдер болды әлбетте. Бірақ бұлар дінсіз болды, кәпір болды, тәңіршіл болды деген сөз емес. Олар діндар болды, Әлихан Бөкейхан да, Мұстафа Шоқай да. Олар өзге ұлттың алған әйелдердің бәрі міндетті түрде ислам дінін қабылдады дегендей. Қасында бір топ Хазіреттер болды, Файзолла Хазірет деген сияқты үлкен хафиз кісілер болды. Ахмет Байтұрсынның өзі қандай дәрежеде ғалымдық дәрежелері болды. Олардың барлығы ұлттық жаңару, білімдік жаңару менен Ресейге қарсы шыға алатынын, патшалыққа қарсы тойтарыс бере алатынын түсінді. Рас бұлардың саяси мәселеде келіспей қалған тұсы 16 жылғы ұлт азаттық көтерілісте. 1916 жылға Амангелді имандықтардың көтерілісін қазақтың ескі қожалары, ишандары ғазауат деп жариялады. Ал Әлихандар жоқ, сендер 5-6 садақтарға қылып қалатын Ресей жоқ. Сондықтан олармен айлар жасап, дипломатиялық жасап тыныш отырайық дегенін біздің қазақтың сол ескі қожа молдалар бұл Ресейдің сатқындары деп түсіндірді. Осы тұста біз олардың қарама-қайшылығын біле аламыз. Болмаса жаңа таңнан кешке дейін тоңқаңдап намаз оқиды деген Сұлтан Махмұттың өлеңдері бұл жаңа консерваторлық, консервативті түсінік сөзге арналған. Ол қазірде де бар ғой. Не мұсылман завод салмайды, не мұсылман бір керемет ғылыми жетістіктері жоқ. Бірақ Илон Масктың Тесласын айдап жүреді деген, не олардың машинасын айдап жүреді деген. Соған қуанып мәз болып, сөйтіп жаңағы біз өзіміздің әйел кешкі талас тартыстармен сақал өсіруге бола ма, болмай ма деген сияқты. Мына арада бүтін ғылыми жетістіктерді қамап тастады, медицина басқадай. Осы 19-20 ғасырда көтерілген дүние ғой. Міне осындай біздің алашордалықтардың бар тарихтары бар. Бірақ алашордалықтар ислам мемлекет жариялаған кезде міндетті түрде қуанды. Олар дінге
бостандық береміз деп, біз қазақпыз, мұсылманбыз деп Әлиханның айтқан сөздері, оны да жаңағы кейбір шашал десе баса алатын кейбір ағаларымыз, ғалым ағаларымыз, ой міне Әлихандай бірінші ұлтты, қазақтықты жоғарыға қойған, мұсылмандықты кейінге ысырып тастаған деп мінберлерді айқайлап жүрді. Ол енді былайша айтқанда қазақпыз деген сөзден автоматты түрде мұсылманбыз деген сөз шығады ғой, сөз шыққан ғой. Өйткені қазақшылық пен мұсылманшылық деген екеуі қазақтың түсінігінде қайшы емес. Мысалы мен үлкен кісілердің қолында өскен адаммын өзім. Сонда үлкен кісілер, мен атам бір кісілер қонаққа шақырмай қалса береді, ой анау пәленше тіпті қазақшылық мұсылманшылықтан ада болып кетіпті деп айтып қалатын сөзі бар да. Рамазанда бір рет үлкен кісілер біздің үйде Рамазанның күнсізінде, былай арада ораза ұстамады өздері, енді үлкендер ғой, қонаққа шақырып қалғанда айтты, мынау оразада күндіз дастархан жаятын бұл қандай қазақшылық деп айтатын сөздер бар. Бұдан келіп шығатын қорытынды қазақшылық пен мұсылманшылықтың ешқандай қарама-қайшылығы жоқ. Бірақ әлбетте пікір қарама-қайшылықтары, ғылыми пікір қарама-қайшылықтар, Шәкәрім мен Әлиханның арасында болған қайшылықтар деген сияқты нәрселер ол бір ғылым адамдардың арасында болатын дүние деп ойлаймын, бұл талас тартыста. Бірақ бұл бір андай бір-бірін кәпір күпір деп те айтпайтын дүние емес. Кейбір жаңа шетелде оқып келген кейбір ағаларымыз жаңағы сол таяу шығыстың настроениесімен, көңіл күйімен, орысша айтқанда көңіл күйімен келеді де, жаңағы біздің бүтін алашордалықтарды кәпірлікте айыптағысы келіп тұрады. Ол жадидист болған, ауғанист болған. Мұхаммад Абдуллахтың идеологиясын қолдайды, Жамал идеологиясын қолдайды деген сияқты ерігін жақсы айтты. Мен негізі ең бірінші сөздің бисмилласын, басын жадидизм деген атеизм емес деп. Жадидизм деген күфірлік атеизм емес. Жадидизм дегеніміз тәждидул афкар, тасрифул мафахим, пікірлерді жаңалау, түсініктерді дұрыстау идеологиясы. Бұл жаңа ерекең айтқан сияқты 20 ғасырдың басындағы мұсылман әлемінің өте қатты құлдырауынан соңында бәрі ойбай біздің мемлекетіміз бар деп мақтан жүрген Осман империясының ыдырап кетуінен туындаған көңіл күйден, саяси, әлеуметтік, экономикалық көңіл күй, барлық жағдай әсер, барлық фактор әсер еткен. Ерекең жақсы тарихи деректер келтірді, мен де қосымша орта азиялық тарихи деректерді келтіргім келеді. Біздегі дәстүрлі діни мектептердің жойылып, дәстүрлі діни мектептерде тізбектердің үзіліп қалуының басты себебі де солай. Жаңағы айттыңыз ғой, олар зеңбірекпен мылтықпен келді, біздікілер сүннетті қылышпен шауып, атпен шапқан. Атпен шауып, қылышпен шапқан. Тіпті Бұхара әмірлігіндегі, Бұхара бомбалайды, Совет үкіметі. Бұхара әмірлігіндегі шейхул исламда орыстардың қолданып жүрген қару-жарағын қолдану харам бидат деп атап жатыр. Соның негізінде Бұхара әмірлігінің бытысы шықты. Әмірлік мейлі ол онсыз да тарихи себептер бар құлауына да, бірақ дәстүрлі діни мектептерімізді түседі. Соған бір әсер етті. Хиуа хандығы да тура солай. Хиуа Үргеніштегі дәстүрлі діни мектептегі хадимшілдер, қазіргі тілмен хадимшілдер, сол олардың қару-жарағын олармен жаңағы дипломатиялық жолмен болсын, әйтеуір келісімшарт жасап жүріп қару-жарағын сатып алып өздеріне қарсы қолдану немесе сол олардың істеген қару-жарағын қолдану харам деген фатуалар шығады. Соның негізінде біз билігімізден де дәстүрлі дін билігімізден де оны жаңа осы жақында Асқар Садин ағамыз белгілі дінтанушы исламтанушы ағамыз бар, сол кісі жазды ғой, Анвар Шах Кашмири деген үлкен ғалым, Орта Азияның ғалымдарының осы буквализмді сынайды дейді. Соның ішінде жаңағыдай осы пікір бар дейді. Садақ қана сүннет, мылтық сүннет емес. Мылтықпен шабуыл жасап, зеңбірекпен атсаң сауапқа келе алмайсың. Рәжім қылып, барлық мүлкінен, барлық несінен атақ абыройынан айырылған жағдайлар болған. Бірақ мемлекетшілдік тұрғысынан, елді мемлекетшілік тұрғысынан алып шығуда бәрібір жадетшілдер басым еді. Олар егер құрса, мемлекет құрса, Еуропа мен терезесі тең демократиялық парламенттік мемлекеттер құрар еді. Осы орайда айта кеткеніміз жөн, Алаш автономиясы мұсылман әлеміндегі, түркі әлеміндегі ең алғашқы республикалық жүйедегі мемлекет. Бұны түріктің ғалымдары, Әзірбайжанның ғалымдары бәрі мойындайды. Бірақ рас енді бұл жеңіске жетпегендіктен көрінбей қалды. Сосын бәрібір ұлттықта мәселе ойнап кетіп, түріктің ғалымдары ең алғашқы ислам
әлеміндегі республикалық мемлекет Әзербайжан деп иә көп есептегенмен иә негізгі факт Алаш Орданың ұпайында. Бірақ жаңағы жадидшілдер мен қадимшілдердің арасында текетірес бұл кісілердің мысалы Мұстафа Шоқайлардың да Түркістаннан Қоқаннан кетіп қалуына себепші болды, өкінішке орай. себепші болды. Иә, бұндай нәрселер біз өзіміздің арыстарымыз сол кезде түсінбей қалдық. Болмаса ондай интеллигенттер әлі шыққан жоқ. Ол деңгейде 9 тіл 8 тіл білетін алаш зиялылары деген қандай дәреже. Олар енді көшедегі балалар емес қой. Олар элиталардың, байлардың ежелден бері келе жатқан 1000 жылда жинақталатын ұлттың элиталары ғой. Оның бәрін деген кеңес үкіметі өлтіріп қырып тастағанда босқа өлтіріп тастаған жоқ. Оның барлығын біліп өлтіріп тастады ғой. Бәрін біліп 1000 жылда жиналатын ұлттың элитасын барлығын жоқ қылып жіберу деген бұл ұлтқа жасалған геноцид қой. Біздің қазір ең оқығандарымыздың жоғары жақта жүрген элиталарымыздың 5 тіл біледі, 4 тіл біледі деген көрдіңіз бе? Қазақ тілін әрең біледі да мысалы. Алла кешірсін. Бірақ андай 9-8 тіл білетін, арабшасы, парсшасы бар, Сауд Арабиясына дейін барып елші дипломат болған Әзірб Төреқұлов деген сияқты адамдар қазір Қазақстан элитасында бар деп айту. Ондай интеллигенция қазір бізде жоқ. Жоқ. Жаңа Ерекеңіздің сіздің сөзіңізге қосымша болсын, тағы айтып кетті. Ғұмар Қараш. Ол жаңа алаштардың бәрі дінсіз болған деп айтып жүргендердің барлығы алаш идеологтары ешқандай дін адамдармен кеңеспеген. Алаш кеңесінде жаңа үкімет құрамында ешқандай дін адамдар болмаған деген пікір бар, қалыптасып қалған. Жалған пікір. Ешқандай тарихи негізі жоқ. Ерекең тарихшы ретінде біледі. Ғұмар Қараш пен алаш арыстары, алаш үкіметі үнемі пікірлесіп пікірін тыңдап отырған. Тіпті ең алғашқы жадидтік пікірдегі жаңағы құрбандық шалмай ақшасын бере салайық шетелде оқып жүрген жастарға деп пәтуа шығарып сол насихаттаған Ғұмар Қараш еді. Бірақ негізгі ол болашақта алдағы 1000 жылдықта немесе 500-600 жылдықта талқыланып жатар ислам әлемінде, мұсылман әлемінде. Оларды сол ислам ғалымдарына, фақихтарға қалдыру керек негізі. Бірақ түбінде ол мәселе шешіледі. Тура сол сияқты. Ғұмар Қараш енді пікір ғой. Ол пікір үшін оны біз күпірлік те айыптамаймыз. Айыптамаймыз ғой. Бірақ пікір болғанмен ол болашақта шешілетін дүние. Болашақтың еншісінде. Екіншісі, Ерекең тағы да айтып кетті, талақ мәселесін әйелдің қолына берейік деп. Ол шариғатта қарастырылған нәрсе, құлық мәселесі. Оның барлығы Ғұмар Қараштың дінсіз емес екендігін, алаш арыстарында дінсіз емес екенін білдіреді. Оның барлығы шариғатта бар пікірлер де алға. Ғұмар Қараш та оны өзі айтқан жоқ. Шариғи деректерді синтезден, анализден өткізіп, соңында дәлел келтіреді. Әлбетте Шәкәрім сияқты ғалымдар ондай пікірге қарсы болды, ондай пікірлерге. Бірақ бұл бір пікір қайшылығы, біздің бір орысша айтқанда расколға апаратын пікірлер емес еді бұл. Шешілетін бір-екі ратпен, жауаптармен шешілетін. Енді әйел адамдардың талақ алу құқығы дегенде ол әлбетте әйел адам талап ете алатын құқық бар. Бірақ бұл жадидшілдердің біздің қазақ даласында ондай пікір көп болмаған, бірақ татар башқұрттардың арасында көп Мұса Бегиевтер де. Олар енді айтқан кәдімгі әйел адам тұрып алып, міне кел, мен сенен енді бітті ажырасам деп заттарын жинап кетіп қала беретін құқықты берейік деп айтқан татардың жадидшіл ғалымдары бар. Ол пікір әлбетте қазақтың зиялыларында да болған болуы керек, бірақ қазақтың даласында ол пікір тараған жоқ. Бірақ татар оқығандардың арасында бұл пікір көп тарады енді. Кәдімгі әйел заттарын жинап мен талақ етіп кеттім, естайды деп, Құдай сақтасын. Ерекең сөзіне қосымша тағы да бір тарихи дерекке негізі анализ жасап талдап қарасақ, біз жалпы қазақ таласы, сол кезде қазақ қоғамы бір буфер зона дейді, аралық территорияны ойнады. Солтүстіктегі татар башқұрт ағайындар сияқты 100% немесе 50-ден 100-ге жақын пайыздық көлемде жадидшілдікті ұстанып кеткен жоқ. Оңтүстіктегі Өзбекстандағы дәстүрлі қадимшілдікті ұстанып жүрген қадимшілдер сияқты 100% қадимшілдікті ұстанып кеткен жоқ. 50-50. Жалпы екі жақтан да болды адамдар. Соның негізінде бізде талас тартыстар, пікір қайшылықтары көп байқалмайды. Көп жоқ. Яғни бір тұтас қадимшіл не бір тұтас жадидшіл болған жоқ. Ондай тарихта болған жоқ. Кейін совет үкіметі, кеңес үкіметі орнатты, сонымен ол жағдай екеуі де жоқ. Тарих бәрі жоқ болды. Енді мынандай нәрсе бар жаңа. Алаш ордалықтардың тек қана бұл енді алаш ордалық деген бұл қазақ қырғызға жасаған әрекеттер алаштықтарды. Қырғыздардың арасында да қанша алашшыл бар. Шыңғыс Айтматовтың атақты, Шыңғыс Айтматовтың әкесі Төреқұл Айтматовтың өзі, Жүсіп Әбдірахманов деген ел басшыларының өзі алашшыл болған үшін атылып кетті олар деген. Көреміз қазақ қырғыздың осы тұста зиялылардың басы біріккен. Енді айтқым келген бұл алашшылар тек бұл қазақ қырғыздың ұлттық мәселесінде алашшыл болды да,
ал бірақ ортақ мәселеде түркішілдікке келген кезде Ресейдің думасына барған кезде олар иттифақ аль-муслимин, шура-и ислам деген сияқты кәдімгі аттарын қарап тұрсаңыз мұсылмандық аттар, исламистік деген олар жала жапты, сондай бір яғни атауларменен бірге алды олар басқа мұсылман зиялы. Және оның басында қазақ зиялылар тұр, жаһанша халел сияқты. Бұдан да көрінетіні олардың қаншалықты үмбетке қызмет еткенін, яғни ұлтшылдықтан жоғарырақ та үмбетшілдікке қызмет еткенін көре аламыз да сондай азаматтарды. Кейбір зиялылар. Көп зиялылар, болса мысалы Құлман, Бақтыгерей Құлман сияқтылардың жаһанша келген Досмұқан, олар енді Ресейдің думаларына бір табан жақын жер кейбір депутаттар болып жүрген адамдар. Ортақ мәселелерде мемлекеттік думада ортақ мәселелерде барлығының сөзі бір жерден шығады. Әңгімелерді ойында пікір. Ал ұлттық мәселелер кезінде елең айтқан сияқты. Әркім әртүрлі. Бұл өзінің әркім ұлтшылдық деңгейіне байланысты. Алаш ордаушыларды қазақ ұлтшылығына негізгі сол жағында біз қазіргі күнде қазақ қоғамы көп мәселе дұрыс айтасыз. Мына Әзербайжан Республикасы тәуелсіздік Әзербайжан Республикасын күлді. Олар 1990 жылы алған тәуелсіздігін тойлады. Оларса 1920 жылда жадидист, пантюркист, панисламист Ахмет Расулзаданың 1920 жылы Әзербайжан Республикасын жариялаған күнін мемлекеттік тәуелсіздік күні деп есептейді. Бірінші республикада олар Сол жаққа Ахмет Расулзаданың заманын есептейді. Көріп тұрсыздар ма? Қандай ұлттық сана сезімі оянған халық солай еді. Бізде де бар ғой, бірақ халықтың жастардың арасында алашшылдарға деген ұлттық оянулар өте керемет. Көп көреміз, Алматының көшелерін көріп көзім сексін кешін. Ғұмар Қарастың алашшылдардың суреттері, футболкаларын көп киіп алған, дүкендерінде көп сатылған. Мен сүйсіндім әлде. Демек қазақ танымында мемлекеттік, яғни республикалық, мемлекеттік емес, республикалық түсінікті 17-ші жылдан бастау керек деген дәстүрлі мемлекеттік ой кісілік жетіліпті. 91-ші жылы мен ғана мемлекет құрдым деген сияқты пікірлер бәрі ығысып кетіп жатқанын көруге. биыл сондай мәселе қозғалды. Алған жылдан бастап 25-ші қазақ республикалық қажетті. Ол енді 90-ші жылы ғой. Солай келеміз кезең-кезең. Бірақ ол да бір жақсы құбылыс. Електің тағы да айтты, қазір қазақ жастарының арасында, қазақ қоғамында жас болсын, кәрі, жас болсын, жасамыс болсын, алаш жарыстарының тұлғасы қалыптасып қойған. Оның барлығы мемлекеттік ұлттық тұлға ретінде қабылдайды. Тіпті біреулер ұлттық идеолог ретінде қабылдайды. Електің айтып жатқанда алаш ордасы бейнеленген кез келген тұтыну бұйымдарын қазақ қандай бағытта ұстады. Оның барлығы тарихи жадта сол кездегі мемлекеттік дәстүрлі мемлекеттік қалыптасып қойғаны қазақ қоғамы оған шөлдеп тұр. Оны сол сәтті жақсы пайдалану керек. Діни идеологияда да ұлттық идеологияда да сол екі қос идеологияда дұрыс пайдаланып, қазақ қоғамын әсіресе жас аудиторияны соны сусындату керек. Сонда ғана біздің тәуелсіздігімізге өзіміз кері боламыз, өзге емес. Менің риза болғаным Анкара университетінде Хулия Касапова деген түркітанушы ғалым кісі бар, филолог, доктор, сол кісі айтады. Әлихан Бөкейхан деген bütün түркі халықтарына оянудың алғашқы кіріспесін жасаған адам дейді. Өйтіп баға берген шетелдік ғалымдардың арасында тіпті отандық ғалым жоқ шығар дейді. Бүкіл түркі халықтардың ішінде ең бірінші оянған алаш зиялыларды мемлекеттік деңгейде, республикалық деңгейде кеткен, жариялаған, құрастырған расымен солай. Мысалы түрік зиялыларынан бұрын біздің алаш зиялылар ең бірінші осы заманауи форматтағы мемлекеттік жүйені қалыптастыруға ұмтылған. Бірақ енді бірақ бастау сол деуге болады. Өйткені бәрібір біз жаңағы Ресей құрамына кіріп автономиялы республика болып Ресей федеративті социалист мемлекет құрамына кіргенде де алаш зиялылар айтты, біз осы территорияны кіреміз, осы территориясын атауымыз. Енді сіздің сұрақтарыңыз естай үлкен ауқымды да, бір-екі сөйлеммен жауап беру мүмкін емес саған енді. Жалпы рахмет, өте мағыналы, құнды, бай сұхбат болды деп ойлаймын. Енді әр мәселенің бір басын шала бергеннен гөрі осылай іргелі
сұрақ қозғап іргелі жауап естігенде орынды шығар. Жалпы бүгінгі қозғағымыз келген негізгі мәселелерді қозғап өттік. Тұшымды тарихи жаңағы фактілерге, деректерге негізделген жауаптарыңызға мына көп рахмет. бір қосып кетейін. Жаңа бірінші сұрақтың арасында Қанекең мен исламның 5 кезеңі бар деп қалдым, Қанекең 3 кезеңі бар деп қалды. Бұны түсінбей қалмасын көрермендер. Бұл мен тарихи хронологиялық кезеңіне ойлап отырдым. Бұл кісі әлеуметтік жағдайын айтып отыр. Исламды қабылдау кезеңі мен исламдану кезеңін айтып отыр. Ал мен саяси тағы да басқа хронологиялық кезеңдеріне қарап бөліп мен 5 кезең деп отырмын. Мұқан Исахан деген ғалым ағамыз, ол кісі Қазақстандағы ислам тарихы деген кітап жазып шығарды. Ол кісі 4 кезең бар деп есептейді. Ол кісі жаңа Алтын Орда кезеңін 1-ші кезеңге қосып жіберген. Ол пікірді де құрметтеймін. Ол ағамызды ұзақ жылдар сол тарих мәселесін зерттеп жүрміз. Зерттеуші ретінде, маман ретінде өз пікірі. Өте маңызды. Оны бір қайшылықтар көрмеуге енді сұраймыз. Жаңағы жәдігшілік пен қадимшілік пікіртайшылық сияқты тура сияқты. Ондай емес енді. Сол ғалым адамдардың арасында ондай пікір алмасу болған дұрыс деп. Жалпы осы келгендеріңізге уақыттарыңызды бөліп тұшымды жауаптарыңызды бөліскендеріңізге тағы да бір рахмет айтамыз. Көрермендерімізге айтарымыз, біздің подкастқа лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісуді және каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біздің дінталқы жобасы өзінің ары қарай жалғасын таппақ. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Екі-ақ сұрақ болды. Алтын алып екеумізді тоқтаймыз.